Қайырлы күн әріптестер, бүгінгі видео шығарылымда педагогтарға арналған ең үздік кітаптар топтамасын ұсынатын боламын. Жаздық демалысыңызды тиімді өткізіп, өз-өзіңізді дамытуға бағытталған кітаптар тізімін жіберіп алмаңыз. Бұл кітаптардың барлық электронды нұсқалары видеоның описание бөлімінде қалдырылатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Мағжан Жұмабаев «Педагогика». Автор бұл оқулықта әлемдік педагогиканы арқау етеді. Атап айтсақ, бала тәрбиесінде ұлттық педагогиканың алатын орны ерекше екенін бірнеше мысал келтіре отырып дәлелдейді. Ұлттық тәрбиенің құндылығын көрсете отырып, оның кем-кетіктері мен жаман жағынан аулақ болуды айтады. Ол әр тәрбиешінің қолданатын жолы ұлт тәрбиесі. Әрбір ұлттың бала тәрбиелеу туралы ескіден келе жатқан жеке-жеке жолы бар. Ұлт тәрбиесінің жақсылық жағы көп болғаны сықылды, жамандық жағы да көп деп жазады. Нина Джексон, классный учитель. Нина Джексон Ұлыбританиядағы тек танымал ағартушы және халықаралық білім беру кеңесшісі ғана емес, балаларды да, ересектерді де баурап алатын, балалар психологиясына байланысты түрлі пайдалы әдістерді үйрететін және адамдарды шабыттандыратын педагог-психолог. Нина Джексон өзінің жаңа кітабында мұғалімдер күн сайын кездесетін ең маңызды мәселелер бойынша кеңестер мен материалдарды жинады. Франц Монск, Ирен Эпенбург, «Одаренные дети». Бұл кітап теория мен практикалық мысалдарды біріктіре отырып, олар дарынды балалармен жұмыс істейтіндердің барлығын, олардың қажеттіліктерін ескеруге және оларға мұқият қарауға шақырады. Баланың дарынды екенін қалай білуге болады? Мұндай бала мектепте және үйде өзін қалай ұстайды? Бала үшін дарынды болу нені білдіреді? Дарындылық пен таланттың айырмашылығы бар ма? Дарынды балалар мектепте жақсы оқымауы мүмкін бе? Қабілеті жоғары балаларды қалай оқытуға және тәрбиелеуге болады? Жоғарыдағы және басқа сұрақтарға кітаптың авторлары осы саладағы жетекші еуропалық мамандар жауап береді. Марвин Маршалл, «Воспитание без стресса». Сіз білім алушыларды үнемі қуанышта, өз-өзіне сенімді, жауапкершілігі зор болғанын қалайсыз ба? Сіз білім беруде қандай жолмен жүру керектігін түсінбейсіз бе? Әлемге әйгілі Марвин Маршаллдың кітабы сіздің өміріңізді өзгертеді. Сіз балаларға сыртқы ережелер мен марапаттарға сүйенбей, жауапкершілікті өз бетінше жұмыс істеуде және өз мәселелерін өз бетінше шешуге көмектесуді үйретесіз. Отбасындағы атмосфера жақсарады, кикілжіңдер мен орынсыз әрекеттер тарихта қалады. Кітапта сіз кез келген жастағы балаларға арналған білім берудің бір тұтас әдісін таба аласыз. Лили Фебер, «Искусство объяснять». Автор өз кітабында аудиторияға үнемі бір нәрсені түсіндіруге тура келетіндерге кеңес береді. Біз әрқашан өз басымызда тұжырымдалған нәрсені басқаларға қалай нақты түсіндіруді білмейміз, дейді автор. Және оқырмандармен сыйымды, қолжетімді түсіндіру әдістерімен бөліседі. Бір қарағанда стартаптарға арналған нұсқаулық сияқты көрінетін кітап ұстаздарға да, ата-аналарға да пайдалы болмақ. Светлана Ахмерова, «Профессиональная деятельность и здоровье педагога». Светлана Ахмерова ұзақ уақыт бойы мұғалімдер мен олардың оқушыларының денсаулығын сақтау мәселелерімен айналыса отырып, мұғалімдер үшін негізгі қауіп факторлерін және оларды жеңу жолдарын жалпылай білді. Педагогтың кәсіби қызметі және денсаулығы монографиясында өзін-өзі бақылаудың диагностикалық әдістерінің жиынтығы берілген. Және ең бастысы, мұғалімдер жұмысының ерекшеліктеріне байланысты аурулардың алдын алуға арналған нақты жаттығулар жиынтығы бар. Кен Робинсон, «Лу Ароника. Школа будущего». Бұл кітапта тәрбие мен оқытудың теориялық мәселелері ғана сипатталмаған. Онда ұсынылған практикалық қадамдар сізге жақсы мұғалімдер мен ата-аналар болуға және балаларға өз кәсібін табуға көмектесуге мүмкіндік береді. Автор тек білім беру жүйесін ғана емес, жалпы өмірді қалай жақсартуға болатындығы туралы айтады. Кітап мектеп мұғалімдер мен университет оқытушыларына, ата-аналарға, студенттерге де пайдалы болады. Бұл кітапта болашақ білім саласында орын алатын өзгерістер және ол өзгерістерге қалай дайындалу керектігі сипатталады. Симон Львович Соловейчик. Бұл кітап педагогика бойынша классикалық кітаптарға мүлдем ұқсамайды. Онда теория аз. Соған қарамастан кітапта бүкіл өміріміз нақты, қарапайым, шынайы сипатталған. Кітап 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім тәрбиенің мақсаттарын, шарттары мен құралдарын ашады. Екіншісі тәрбиенің 3 түрін сипаттайды. Жүректі, рухты, ақыл-ойды тәрбиелеу. Үшіншісі қарым-қатынас, ынтымақтастық, бірлесу арқылы тәрбиелеу туралы айтылады. Людмила Петрамская, «Большая книга. Про вас и вашего ребенка».
Көбінесе ересек болғанда біз бір кездері бала болғанымызды ұмытып кетеміз. Кітаптың бірінші бөлімде ата-аналардың баласының жетілу жолындағы рөлі туралы оңай және түсінікті түрде баяндалады. Тәуелділік пен дәрменсіздік қалай жетілуге айналады? Біздің сүйіспеншілік мен қамқорлығымыз балада жылдан жылға оның құпия тірегін қалай қалыптастырады? Сіз балалардың қыңырлығының, еркелігінің, агрессиясының артында шын мәнінде не тұрғанын көре аласыз. Деннисон Пол, Деннисон Гейл. Гимнастика мозга. Книга для учителей и родителей. Бұл кітаптың авторлары мектепте де үйде де қолдануға болатын қозғалыс арқылы оқытудың бірегей әдісін жасады. Оның негізінде балаларға өте ұнайтын 26 жаттығулар жиынтығы жатыр. Әдістеме бойынша сабақтар есте сақтау, реакция жылдамдығын, оқу, музыка, спортта жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. Ең бастысы балалар оқу процесінен ләззат ала бастайды. Әдістеме авторлары кітапта сипатталған жаттығуларды сынап көруді, олардың тиімділігіне көз жеткізуді және қозғалыс арқылы оқу қуанышынан ләззат алуды ұсынады. Бүгінгі видео шығарылымы ұнаса, лүпіл қойып, жақсы пікір қалдырып, өзге әріптестерге бөлісіп, педагогтардың дамуына өз үлесіңізді қоса жүріңіз. Жаздық демалыстарыңыз сәтті өтсін, кәделеріңізге жарасын.